Біз қолданып жүрген жалбыз мята ағзаға пайдалы көптеген қасиеттері бар екен білгіңіз келе ме? Біз білмейтін біздің ағзамызға көптеген емдік қасиеттері бар екен білесіз бе? Сәлем алтындарым, видеоны жалғастырмай тұрып лайк басып каналыма тіркеліп және де тек өзіңіз қарамай басқа достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Жалбыз мята ағзаға пайдалы көптеген қасиеттері бар ең танымал өсімдіктердің бірі. Оның қасиеттерін ұзақ уақыт тізіп айтуға болады. Ең негізгілерін қарастырайық. Жалбызды қолдану аясы өте көп. Тамақ дайындауда және медицинамен қатар косметика өндірісінде, ароматерапияда және де басқа салаларда қолданылады. Жалбыздың керемет жағымды хош иісі бар екенін бәрі біледі. Ол сусындар мен тағамдардың дәмін толықтырып қана қоймай, адамның жүйке жүйесіне тыныштандыратын әсер етеді. Жалбыз өте көп мөлшерде эфир майлары, илік және биологиялық белсенді заттар, глюкоза, фитоциттер, майлар, каротин, минералды тұздар сияқты пайдалы компоненттерден тұрады. Бұл өсімдік С және П дәрумендеріне бай. Өздеріңіз білетіндей, жалбыз құрамында ментол көп мөлшерде болады. Бұл элемент ауруды басатын қасиеттермен танымал. Сонымен қатар, оның антисептикалық және спазмолитикалық әсері бар. Ментол жүрек бұлшықетінің жұмысын қалыпқа келтіретін коронарлық тамырларының кеңеюіне ықпал етеді. Жалбызды тіс ауруы кезінде қолдануы тиімді. Әрине, тыныс алу жолдарының аурулары мен бронхитті емдеуде осы халықтық әдістің пайдалы қасиеттерін бағаламау мүмкін емес. Бұл науқастың жөтелгендегі жағдайын едәуір жеңілдетеді, тамақ ауруын жояды, жұтынуды жеңілдетеді және қақырықты шығаруға ықпал етеді. Жалбыздың бас сақинасын емдеуде кеңінен қолданылатындығын бәрі біле бермейді. Бас ауырған кезде шекеңізді жалбыздың кесілген жапырақтарымен сүрту жеткілікті. Сонда ауырсыну басылады, ал оның сергітетін жағымды хош иісі жүрек айнуын басады. Жалбыз майы ингаляцияға өте тиімді. Мұндай процедуралар суық тигенде тыныс алуды жеңілдетеді және емдеу үрдісін едәуір жеделдетеді. Жалбыз жүрек қан тамырлары ауруларын емдеуге арналған көптеген кешенді дәрі-дәрмектердің бір бөлігі болып табылады. Мысалы, балок, кордин, зеленин тамшылар және де тағы сондай асқазан-ішек жолдары ауруларынан болатын тәбеттің жоғалуы кезінде жалбыз қайнатпасы көп көмектеседі. Жалбыздың негізінде қайнатылған шайдың пайдалы қасиеттері көп. Ол керемет хош иіске ие және дәмді тілді үйіріп қана қоймайды. Сонымен қатар күйзелісте басып, жүйке жүйесін тыныштандырады және ұйықтауды жеңілдетеді екен. Видеоны соңына дейін көрген адамдарға алғысым шексіз. Келесі видеода кездескенше достар, денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.